Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз қазақтың үш заңгер, үш аңызға айналған билерімізді жалғастырамыз. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы Әйтеке би Байбекұлы. Сабағымыздың мақсаты кең жазира қазақ даласының атақты билері туралы мағлұмат ала отырып, олардың өмірі және ерлік істерімен танысу, ел қамын ойлап туған жерде өткен билер туралы сыр шерту, үш ұлы би туралы білімдерін тереңдетіп шығармашылыққа баулу. Бүгінгі біздің сабақта күтілетін нәтижеміз қазақтың атақты би Әйтеке Байбекұлы туралы толық мәлімет алады, өз беттерінше жұмыс жасай алады және ойларын толық жеткізе біледі. Бүгінгі біздің сабағымыздың пәнаралық байланысымыз Қазақстан тарихы, қазақ тілі және әдебиет. Олай болса, құрметті студенттер, бүгін біз Блум таксономиясы бойынша білім игеруге бағытталған 6 қадам арқылы жұмыс істейміз. Ең алдымен, құрметті студенттер, қазір мына бейне таспаған назар аударыңыздар. Қара қылды қақ жарған жақсылардың белгісі деп, билік жүргізудің негізгі қағидасын қалыптастырып кеткен қазақтың шешен билерінің бірі Әйтеке Байбекұлы. Кіші жүздің әлім руынан шыққан Әйтеке бидің азан шақырып қойған аты Айтық. Ол 1644 жылы дүниеге келген. 5 жасында діни сауат ашып, 7 жасынан бастап әйгілі Жалаңтөс батыр мен атасы Ақша ханның тәрбиесінде болады. Әуелгіде Ұлықбек медресесінде, кейін Жалаңтөс салдырған Тілә Қари, яғни алтынмен апталған Шердор атты медреседе білім алады. Сөйтіп, дін, құқық, аспан әлемі, тарих, математика ілімін игеріп, онымен қоса араб, парсы, шағатай, өзбек тілдерінде меңгеріп шығады. Ақша бабасынан елшілік, ел басқару жолдарын үйренеді. Ал Жалаңтөс батырдан әскери қолбасшылықтың қыр-сырына машықтанады. Жан-жақты біліммен қаруланған Әйтеке 21 жасында Бұқара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ, өзбек, қарақалпақтардың бас биі болады. Ал 25 жасында Әйтеке биді бүкіл кіші жүз халқы бас би етіп сайлайды. Ол Ордабасыда, кейіннен Күлтөбе мен Ұлытауда жыл сайын өтетін 300-дің басшылары мен беделді адамдары бас қосқан тұрақты жиындарына қатысып тұрады. Ел арасындағы жер дауы мен жесір дауы, құрбан болғандардың құны мен жетімдердің есесін қуғандар Әйтекенің алдынан табылып жатты. Бір балаға таласқан екі ананың дауын ың-шыңсыз шешіп берген. 1680 жылы Салқам Жәңгірдің ұлы Тәукені қан сайлауға айрықша еңбек сіңіреді. Кейіннен күллі алаш жұртына мәлім 7 жарға қабылдағанда Төле, Қазбек секілді билердің қатарында Әйтеке де болады. Жарғыны қабылдау жиынына бұлардан басқа Әнет баба, Соқырабыз, Майлы, тағы басқа билер мен аузы дуалы шешендер қатысады. Жалпы, дала демократиясын қалыптастыруда, халық мүддесін қан билігінен жоғары қоюда Әйтеке бидің атқарған ісі аз емес. Қазақта қанына тартпағанның қарасы сынсын деген сөз бар. Оның сыртында елдің намысы деген тағы шығады. Осындай бір сәттерде ұлы жүз бен кіші жүз арасындағы дауды Әйтеке шешкен дегенде деректер бар екен. Ұлы жүздің жігітіне аттастырылған қыз арғынның жігітімен қашып кетіп, ел іші дүрлігеді. Құн қуғандар мал барымталап, кісісін соққа жығады. Іс насырға шауып, 200-дің билерде төрелік ете алмай қалады. Дәл осы кезде Әйтеке би сөз қуған бәлеге жолығады. Жол қуған олжаға жолығады. Төле, сен жылқысын қайыр, Қазбек, сен жесірін қайыр деп, екеуін келістіріп, қол алыстырыпты. Осы секілді Әйтеке би шешіпті деген даудамай жанжалдар аз емес. Өзбек жеріндегі Нұрата қаласының тұрғыны Евлон деген ақсақал Әйтеке қала басы болған дегенде деректер келтіріп. Әйтеке Байбекұлы 1700 жылы қайтыс болды дейді тарихи деректер. Ел айыр тілді Әйтеке атап кеткен Абыз баба
Тәшкеннен 75 шақырым жердегі Қауыншы және Шынас аудандарының маңында жерленген. Кейін атақты Нұрата тауының маңын мекендеген бидің ұрпақтары қазіргі Қызылорда, Ақтөбе облыстарына көшіп кетті. Әйтеке, қазақ халқы үшін аттары алтын қарыппен жазылып, тарихта мәңгі қалған 3 биінің бірі. Ал енді, құрметті студенттер, көз жүгірту стратегиясы бойынша мына мәтінді оқып шығуларыңызды сұраймын. Олай болса, енді осы мәтінді түсінгендеріңді бақылау үшін жұмыс жүргіземіз. Мәтіннен алған білімдерің бойынша сөйлемдерді толықтырыңдар. Келесі біздің тапсырма грамматикалық тапсырма. Ол бірінші топ синтаксистік талдау жасайды. Екінші топ синтаксистік талдау берілген сөйлемге, үшінші топ кеңесшісі деген сөзге морфологиялық талдау жасайды. Ал енді білімімізді жинақтай отырып, билер тақырыбына сіңпейін жазамыз. Бір зат есім, екі сын есім, үш етістік, синоним және бесінші ол сөйлем құрастырамыз. Ал енді өздеріңнің білімдеріңізді бағалау үшін мына тест шығарасыздар. Сол тест арқылы өздерің білімдеріңді тексересіздер. Енді өзін-өзі бағалау стратегиясы бойынша осы 3 аңыз, 3 заңгерге айналған тақырып бойынша алған білімдеріңізді бүгінгі Әйтеке би Байбекұлы туралы алған білімдеріңіз бойынша осы жетістік баспалдағы арқылы өздеріңізді бағалайсыздар. Осымен бүгін біз сабағымызды қорытындылай келе, ел аузында қазақтың 3 биі туралы былай деген екен. Төле тауып айтады, Қазбек қазып айтады, Әйтеке жарып айтады деген сөз бар. Оның мәнісі Төле би ақылды, әділ адам болған. Қазбек би шешен, тапқыр, батыл кісі болған. Әйтеке би шешендігімен қоса ел билеген кісі болған. Үшеуді халық қамын ойлаған. Төле би ұлы жүзді, Қазбек би орта жүзді, Әйтеке би кіші жүзді басқарған. Ал енді үйге тапсырма. Егер мен би болсам тақырыбына эссе жазыңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.